Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыз модуліміздің аты КМ05 еңбек қорғау қауіпсіздік техникасын өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау нормалары мен қағидаларын сақтау. Модулімізді қалыптастырушы пәніміз еңбекті қорғау және экология негіздері. Сабақтың тақырыбы қысқы мезгіл жағдайында жол жұмыстары. Арнайы пән оқытушысы Сұлтанова Саягүл Болысбековна. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын студенттің мақсаты: бүгінгі сабақта оқушының танымдық ізденімпаздығы қалыптасады, шығармашылық ой-өрісі артады, кітаппен жұмыс, көркем және ғылыми әдебиеттер, баспа материалдармен жұмыс істеу біліктіліктерін қалыптастырады. Міндеті: өзіндік пікірлер дамыту, танымдық тапсырманың шешімдерін табуда бірнеше нұсқасын көрсету. Сонымен аралықтар мен станциялардағы жолдарды қар басудан қорғау. Аралықтар мен станциялардағы жолда қар басудан қорғау ісі қорғағыш екпе ағаштар көмегімен жүзеге асырылуы тиіс. Егер топырақтық климаттық жағдайларға байланысты аталмыш екпе ағаштарын өсіру мүмкін болмаған жағдайда жолды қорғау ісін тұрақты қар тоқтатқыш дуалдарды орнатумен қамтамасыз ету керек. Тасымалдық қар тоқтатқыш қалқандарды пайдалануға тұрақты қардан қорғау құралдарын қолданымға енгізгенге дейін немесе тұрғылықты қар тоқтатқыш құрылғыларының қар ұстау сыйымдылығы жеткіліксіз болған жағдайда уақытша шара ретінде ғана рұқсат беріледі. Станция аймағындағы станция ішіндегі қорғау жұмыстары үшін жол аралықтар кең болған жағдайда габариті шағын тасымалдық қар тоқтатқыш қалқандар пайдалануға мүмкін. Жолды қар басып қалудан қорғауға арналған қосымша құрал ретінде аралыққа іргелес жатқан аймақта қар үйінділері мен оларды қаза отырып маневрлік механикаландырған қар тоқтату әдісі қолданылуы қажет. Сонымен жолды қар басудан қорғау үшін аралықтардың қар басатын барлық телімдері бойынша жолдың әрбір жағы үшін жеке-жеке, сонымен қатар станция айналасында және кейбір жағдайларда станция аймақтарының ішкі бөліктері үшін қарастырылған дұрыс. Жолдың қар басатын телімдеріне жататындар кез келген тереңдегі ойықтар, нөлдік орындар, қар қабатының есептік қалыңдығы деңгейінің үстінен санағандағы биіктігі бір желілік жолдар үшін 0,7 метр және екі желілік жолдарда 1 метр болатын үйінділер жатады. Сонымен қатар станцияның ашық аймақтары мен тартымдық және электрлік қосалқы станциялардың алаңшалары жатады. Жолдардың қар басатын барлық телімдері екі белгімен сипатталады. Жер төсемін көлденең пішінімен байланысты болатын қар басу категориясы бұрқасын айдап әкелетін қардың максималды жылдық есептік көлемімен анықталатын жолдың бір погодтық метр ұзындығына сәйкестірілген асып кету ықтималдылығы 15-20 жылда бір рет қайталанады деп анықталған. Қар басып қалу деңгейімен сипатталады. Қар басып қалу категориясын жолды қар басудан қорғау кезектілігін анықтаған кезде, ал қар басу деңгейін қар тоқтатқыш бөгеулердің түрлері мен қар тоқтату қабілеттілігін таңдаған кезде басшылыққа алады. Қар басу категориясына байланысты аралықтардағы қар басып қалатын телімдер төменде келтірілген ретпен қоршалуы тиіс. Бірінші кезекте бірінші категориялары қар басатын жерлер кеңдігі 0,4 метрден 8,5 метрге дейін және одан да терең ойыстар жатады. Қия беткейлерде орналасқан нөлдік орындар. Үшінші кезекте үшінші категориялы қар басатын орындар биіктігі жазық жерлерде 0,7 метр және қия беткейлерде 1 метр болатын үйінділер жатады. Қар басып қалу дәрежесіне байланысты жол телімдері қар аз басатын, орташа басатын, қатты басатын және аса қатты басатындар деп бөлінеді. Сонымен біздер қар тазалағыш пойыздардың қызметін көріп тұрмыз. Әрбір қар тазалағыш пойыздар осылай жұмыс жасайды екен. Бүгінгі сабақ бойынша бақылау сұрақтары. Бірінші сұрағымыз: қар басу категориясына байланысты аралықтардағы қар басып қалатын телімдер қалай қоршалуы тиіс? Екінші сұрағымыз: аралықтар мен станциялардағы жолда қар басудан қорғану жүйесі қалай орындалады? Үшінші: жолдың қар басатын телімдеріне жататындарға нелер жатады? Төртінші: өндірістік эстетика дегеніміз не?
және көріп тұрғандай экрандарыңызда қаталағыш пойыздардың қызметі, сонымен қатар өрт болған жағдайда өрт қауіпсіздігінің алдын алу пойыздары қар басқан телімдерде жұмыс істеуі қиындай түседі екен. Экранда көріп тұрсыздар. Сонымен балдар, үй жұмысын жазып аламыз. Үй жұмысы: бірінші сөз жазамыз, екінші слайд презентация жасау және тақырып бойынша коллаж жасаймыз.